Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Достар, менің тәтті пирогтарымнан шаршаған боларсыздар деп, бүгін сіздермен ет қосылған өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап крошка жасап аламыз. Енді бөлме температурасында тұрған айранға қант және тұзды салып, қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сонан соң жаңа дайындап қойған қамырымызға салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Енді осы дайын болған қамырымызды жарты сағатқа демалтырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына туралған ет, іш май, картошка және пияз, дәміне қарай қарабұрыш, тұз және зірәні езіп қосып жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз жарты сағаттай демалып тұрды. Енді дәл осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін кішілеу, біреуін үлкендеу. Үлкендеу бөлігі астыңғы жағы болады. Бірінші сол үлкендеу бөлігін ұнның көмегімен жақсылап жайып аламыз. Қамырды табаңыздың көлеміне қарай жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Менде осындай қалыңдықта шықты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай табаға жайғастырып аламыз. Шет жақтары үстіне кішкене шығып тұру керек, өйткені салманы салып, екінші бетін беттестіргенде бізге ыңғайлы болу үшін. Пирогымыздың астыңғы бөлігін дайындап алдық. Енді үстіңгі бөлігін жаятын боламыз. Үстіңгі бөлігі астыңғы бөлігіне қарағанда кішілеу болады. Мінекей, үстіңгі бөлігін де жайып дайындап алдық. Енді пирогтың салмасын салып, үстіңгі бөлігімен біріктіреміз. Жақсылап тегістеп жайып аламыз. Негізі салмасы өз қалауларыңыз бойынша. Енді үстіңгі бөлігін қойып, дәл видеода көрсетілгендей етіп, екі қамырды біріктіріп, жабыстырып шығамыз. Мінекей, екі қамырды біріктіріп, жабыстырып алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп, өріп шығамыз. Өруді өз қалауларыңыз бойынша қалай өрсеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Мен осылай өрдім. Қамырымыздың шеттері ашылып кетпейтіндей етіп жақсылап өріп алдық. Енді ортасын кішкене тесіп қоямыз. Ортасы піскенде көтеріліп ісіп кетпеу үшін. Сонан соң жұмыртқаны жақсылап барлық жеріне бір текіс етіп жағып шығамыз. Сонан соң 170 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне, пирогымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте сап-сары әдемі болып пісіп шықты. Енді сіздерге кесіп көрсетемін. Қамыры өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де осы видеоның астында комментарий бөліміне жасап көріп, пікірлеріңізбен бөліссеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.